Саламатсыздар, құрметті білім алушылар. Біздер бүгінгі сабағымызды автокөліктің тежеуіш жүйесінің колодкасын ауыстыру сабағы қыламыз. Ол үшін бізге қажеттісі жаңадан алынған новый колодка. Тексеріп қарайық. Так, міне жаңа колодкалар. Осы колодкаларды ауыстыруымыз керек. Олай болса, сабағымызды бастаймыз. Біздердің бұл сабағымызда енді үй жағдайында өтетіндіктен, арнайы үй формасында және де арнайы домкраттымызбен баллонды ағытатын баллон дейміз. Қауіпсіздік техникасы сақталу керек, арнайы форма киілу керек. Біздер де енді үй жағдайы болғаннан кейін өзімізге арнайы жұмыс киімін кидік және жұмысқа кірісеміз. Patrona, pare miliona. Ey, mama, oye Sirihana, Louis Bellil mama, smoking gentleman. Ey, mama, oye Sirihana, Louis Bellil mama, smoking gentleman. Bala, 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 bala. Баллонды ағытып болғаннан кейін, енді біздер суппорт ағытуымыз керек. Ол үшін бізге кілт керек болады. Яғни 17. Patrona, pare miliona. Алдымен суппорттың цилиндрін қысып, ішіне қысымы кіргізіп алуымыз керек. Ол үшін кішкене күш жұмсаймыз. Болғандай сияқты. Ендігі шаруа суппортымызды ағытамыз. Ескі колодкаларды алдық, желінген ойдай. Енді бұны жаңасын саламыз. Patrona, pare miliona. Ey, mama, oye Sirihana, Louis Bellil mama, smoking gentleman. Ey, mama, oye Sirihana, Louis Bellil mama, smoking gentleman. Bala, 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 bala cocktail, bala, bala, bala cocktail. Bala, 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 ragado, bala, 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 cocktail, bala, 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 cocktail, bala, 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 ragado, bala. Біздер машинаның дөңгелегін бір жағын ауыстырып болдық. Екінші жағының да колодкасын тап осы жағдайда ауыстырамыз. Тап осы жұмыстар қайталанады. Машинаның алдыңғы дөңгелегі толықтай новый колодкаға ауыстырылды. Енді біздер оны тексеріп көреміз. Ол үшін рычагын басып ауасын шығарамыз.
Бізге тормозной жіті сұйықтық керек бар, тормоз тежегіш сұйықтығы новыйдан. Осыны үстіне добавка жасап қазіргі таңда құямыз. Так, осы жағдайда біздер ауасын шығардық, үстіне добавка құйдық. Енді біздің жұмысымыз барлығы орындалды. Осымен бүгінгі тежегіш жүйесінің колодкасын ауыстыру толық орындалды. Бүгінгі сабағымыз өз мақсатына жетті деп ойлаймын. Ұнаса менің сабағыма лайк басып таратып отырыңыздар. Және де келесі сабақтарда жүздескенше сау болыңыздар.